бірақ бізде нөкіс көшелерімізде де Асия қырлықпенен міне осындай автомобильдеріміз көбеймекте. Анық айтамын, сіз көргенсіз, бұл Jack G7 автомобилі. Бұның тек қана қара реңі емес, ал ақ һәм қызыл реңдерде бар. Ал құрметті достар, енді автомобиліміздің параларына келтіғын болсақ, ледовый пара көрсеңіз болады. Бұл машинамыз енді көрінісіне қарайтұғын болсаңыз, қатты чотки қымбат машинға ұқсап көреді, бірақ негізінде арзан. Соңшынан параларда алдында қараңыз, обвесовкаларда осындай қаттыға чотки болып тұрады. Өзі никел реңі беріп істелінген, адамдардың ітібарын тартып тұру үшін. Алдында осындай камералар да бар, бұларды детекторам жайласқан, және паралар қараңға кіргенде өз автоматически жану үшін. Ал машинамыздың жүрегіне болса, 1.5 турбо мотор жайластырылған, одан да басқа машинамыз 140-137 ат күшіне ие. Енді балонларына келетұғын болсақ, жұмсақ осындай резинкадан істелінген 4 маусымге түсіп кете береді. 17-лік өлшемді, және бұл машинамызға қарасаңыз болады, мен орын қалдырған, бұған 18-19-лық балонларда қоя берсеңіз болады. Бірақ бұл өзінің осындай фабричный балоны болғаннан кейін расходы да аз болады, сізге қатты қолай. Құрметті күзетушілеріміз, машинамыздың артын көрсеңіз болады, чотки болып көрінеді артынан. Енді қараң, ең зор тәріптенен бірі артындағы осындай паралары. Бұлам лед пара жатық линза формасында жайластырған. Көпшілік қарайды машинның арты осындай болып жанып тұруын. Бұлам өзгеше вид береді, қатты қымбат машинға ұқсап. Астында да және паралары бар осындай. Ең зор тәріптенен бірі бұның осындай парктроник. Бұл мысалы үшін парковка қылып тұрған уақытыңызда артында терек болып қалса, машин қатты жақыласып кетсе, өзі шүйкіліп дауыс береді сізді хабарландыру үшін. Так, енді көпшілік ойлайды бұл машинамызды седан машиналарына кіреді деп, бірақ негізі ондай емес. Бұл машинамыз лифтбек машина есептелінеді автомобилі, яғни бұл не дегені дейтін болсаңыз, қарап көрсеңіз болады. Лифтбек дегеніміз қандай дейтін болсаңыз, автомобилдің сондай артқы айнасы менен қосып көтеріледі багажы. Енді қараң, багажына әтвар қарататын болсаңыз, қаттыға кең. Енді біздерден үрпәдет бар, қызап қашу деген. Қызап қашаңыздан болады, бұл машинада екі арқайын сет, бір қыз жасабам кетеді. Қазір яқшы. Қараймыз. Осындай кең болады, бұған қалесеңіз пропан, қалесеңіз метан жайластырсаңыз болады. Хам ең зор тәріптерінен бірі, әтвар берсеңіз, осындай өзінің запасной балоны болады. Запасной деп, запасной емес, бұл өзіндай сіздің автотехқа жетіп алуы үшін жәрдем береді, өзінің ішінде болады бұндай. Так, енді салонға да келді. Салонымыз осындай артқы тарапы кең болып жайласқан болады. Ең зор тәріптелерінен бірі бұл осындай арт бетіндегі кондиционер пассажирлер үшін қаттыға қолай болып жаратылған, ал асты бетінде болса, осындай зарядқа қою үшін USB кабельдерге орын бар. Осындай пассажирлерге су қойып, зат қойып отыру үшін заттарыңызды қоясыз, арқайын беймәлел не деген қолайлық мынау. Енді қараң, бұл машинамыз жақсылап естіп алың, қатты қауіпсіз машиналардың қатарында жоғары орындарда тұрады. Себебі мына алдыңғы тарапта да, артқы тарапта да airbaglar жайласқан, бұл арқайын міне бересіз қорықпай. Және осындай колонкаларына қараң, колонкаларына қарайтын болсаңыз, артында үлкен кішкентай бір емес, екі мына тарапта тағы екеуі бар. Колонкалар бар, қосықтып, бақыртып, арқайын отыру үшін. Және осы жерлер светлері бар, арқа тарапта да барлығы өздері жанады. Осындай бассаңыз, кожалары жұмсақ кожадан істелінген, көріністері барлығы зор. Ал енді салонымыздың алдыңғы тарапына келетін болсақ, сиденьялар осындай спортивный формада істелінген, қаттыға сұлу тұрады. Енді бірінші орында айту керек болған нәрсе, бұл оның рөлі, машинамыздың рөлі. Бұл әйел адамдар үшін, қызлар үшін айдауға қаттыға қолай, жеңіл бұрылады. Және машинамыз осындай старт-стоп түймешесі арқылы басқарылады. Көретін болсаңыз, осындай алдыңғы экранларда сізді Jack жазуыменен күтіп алады машин. Қарасаңыз, жеңіл бұрылады. Ондай бұруда қиналып отырмайсыз. Бұл рөлінің өзі, фирменный өзінің рөлі болып есептелінеді, және осындай cruise control барлық нәрселері жайластырылған. Және айтып өтетін нәрселеріміз осындай алдындағы кондиционерлеріне қарасаңыз, бұлар осындай екі тәріпті төртеу болып жайластырылған алдында. Және ең керекті адамға зор чотки вид беретін нәрсе, машинды қымбат қылып көрсететін нәрсе бұл оның сырада люкі болып есептелінеді. Ал люкі болса, сөзден ашылады. Шығын жаусаңыздан болады, және көтеру арқылы түсіріп қоятын болсаңыздан әмет түймешелері бұл бар. Көтересіз арқылы.
Avtomobilimiz avtomat korobka ham bu da eng zo'r taraflaridan biri variator joylashtirilgan. Variator bo'lganda qanday ko'p odam bilmaydi u qanday deb. Uning minus taraflari deb o'ylaydi, biroq eng zo'r plus taraflaridan biri sol. Ya'ni avtomobilimiz skorosini o'zgartirgan vaqtda bilasiz, silkinuv seziladi mashinada, ortqa tarafga ulama bilinadi, oldingi tarafga sizga da bilinadi. Endi variator bo'lganda u hech narsa sezilmaydi, tep-tekis ketaverasiz skorosdan skorosga o'tkirganda. Professional obzorchi bo'lmasam ham iloji boricha avtomobilimizda obzor qilib berishga harakat etdim. Endi hammangizga qiziq narsani aytib o'tadigan bo'lsam, ya'ni bahasi haqida. O'zingiz ko'rganingizdek, avtomobilimizning ko'rinishida hamma joyi zo'r. Bu mashinamizning negizgi bahasi 253 million so'm. Alganda siz uni 28 million paydamin 225 millionga olsangiz bo'ladi. Agar naqd pulim yo'q deydiganlar shunda biz yerda imkoniyat yaratilgan, ya'ni boshlang'ich to'lam uchun 30% ni berasiz, ham qolganini bo'lib berishga olib ketsangiz bo'ladi. Agar siz o'sha mashinamizda oladigan bo'lsangiz, biz sizga polniy bank benzin qilib beramiz. Avtomobil haqida, bo'lib berish haqida ham summalar haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lishni xohlasangiz, tomendagi nomerlarga qo'ng'iroq eting.